Қайырлы күн достар, бүгінгі кешкі асқа палау дайындадым. Керекті заттардың барлығын осылай тазалап, жуып дайындап алдым. Қазанға май құйып, қыздырып, етті 20 минут қуырдым. Осылай қызарып қуырылғаннан кейін үстіне пиязды турап, чеснокты сақтап турап, оны да бірге салып қуырып алдым. Енді оның үстіне сәбізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және палауға арналған осындай приправаны қостым. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менің YouTube арнамда көптеген рецептер бар. Сосын осылай су құйып, 1 сағаттай баяу отта қайнаттым. Енді күрішімізді жуып тазалап аламыз. Осылай күрішті жуып тазалап алдым. Міне біздің палауымыз қайнап дайын тұр. Енді оның үстіне күрішті салып, жан-жағына жаямыз. Кішкене үстіне күріштен асып тұратындай қылып су құямыз. Оны 20-25 минут баяу отта бұқтырамыз. Міне біздің палауымыз дайын. Ас болсын, сіздер де кешкі асқа дайындаңыздар.